Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз флешкадағы вирусты қалай жоюға болады, сол туралы ақпаратпен бөлісетін боламын. Олай болса, каналға жазылып, комментарий жазып, достарыңызға бөлісіп қойыңыздар. Олай болса, кеттік. Ең бірінші біз Total команда дегенді көшіріп аламыз. Total команданы көшіріп алғаннан кейін сіздер ол бағдарламаны ашасыздар. Флешкаларыңызды қосып, ол бағдарламаларыңызды ашатын боласыздар. Сол кезде сіздерде мынау жерде көрсетіліп тұрады. Total команда деген ярлық, соны ашасыздар. Ашқаннан кейін сіздер мына жерде жоғары жақта көрсетіліп тұрады. Флешканың қандай түрі тұр. Сол жерде басасыздар да, сіздер мына жақтан жанына қарай, төмен қарай барлығын белгілеп аласыздар. Содан кейін барып, жанында тұрған, жоғары жақта тұрған файл дегенді таңдайсыздар. Содан кейін сол жердегі изменить атрибут дегенді таңдайсыздар. Содан архив, только для чтения, скрытий, система дегендердің барлығын, галочкалардың бәрін алып тастайсыздар. Сол кезде сіздерде бүкіл көрсетілмей тұрған жаңағы документтеріңіздің барлығы шығатын болады. Содан артық файлдардың бәрі шығатын болады. Солардың барлығын сіздер барлығын белгілеп отырып, ноутбукте болса delete, компьютерде болса осы кнопканы басу арқылы артық қажет емес программаларды, болмаса файлдарды, документтерді өшіп салсаңыздар болады. Олай болса, бүгінгі шығарылымымыз осымен аяқталды. Аман сау болыңыздар.